Kүйөөңүздүн көңүлүнө тиет маселени козгоодон Кудайдан коркуу керек. Күйөөңүздүн өмүрдөн өтерде шынымен сизге разыма, разы емес па? Сол күннен коркуу керек. Ер азамат ретинде айтайык, тил айта береді. Разысың ба десе, я разымын дейді. Бірақ ол шынымен жүрегімен разы ма, разы емес па, Аллах алам. Бұл жерде жүрек есепке алынады. Адамның жан дүниесі шынымен сізге разы ма, разы емес па? Кейде бірақ сонда естіп алып, айладымдар мазалайды екен күйеулерін. Разысың ба, разы емеспін ба деп. Үндемей қалса, оны ашуға беріледі дейді. Сен де мен разы емессің бе маған деп. Соңында разым деп құтыламын дейді. Ойбай, сен тыныш бол, мен саған разымын. Бірақ ол жүрегімен айтты ма, Алла біледі, тілмен айтты ма? Шынымен сол Құдайдан қорқу керек. Пайғамбар алейхиссалам айтты, қайсы бір әйел адам күйеуі өмірден өтетін сәтте шынымен әйеліне разы болып өтсе, Алла оған разы деді. Жәннаттың 8 есігінен қалағаннан кіреді деп айтқан Пайғамбар алейхиссалам.